Аурудың айтыла бермейтін жасырын себептері. Әдетте барлық ауру жүйкенің тозғанынан болады деп жатады. Шынында әлемнің жетекші психологтары барлық ауру адамның жан дүниесіне байланысты екенін растайды. Төменде ел ішінде көп кездестіретін кейбір кесел түрлері мен оның жүйкемен тікелей байланысы туралы баяндаймыз. Шаштың түсуі ол бас сүйектегі қысымның шектен тыс артуынан болады. Соның салдарынан шаш түбіндегі қапшықтар қысылып қалады да жансызданады. Үнемі ашуланып жүру, стресс, уайым мен көп ойлану шаштың жиі және уыстап түсуіне себеп болады. Әсіресе ер адамдарда дегеніне жете алмау, мақсатының орындалмауы, өзін төмен санау, қызметтегі бәсекелестік үнемі ширығуға жеткізеді де содан шаш сиреп бірте-бірте таз болуына әкеледі. Құлақ ауруы ағзаның жағымсыз негативті ақпаратты көп қабылдаудан бас тартпасы біраз жылдардан кейін құлақ ауруына әкеп соқтырады. Бас ауруы көбіне мазақ, кемсіту, реніштің салдарынан болады. Егер сізде бас ауруы жиілесе, онда оның түпкілікті себебін анықтаған жөн. Мойынның ауруы. Бұл ауру өмірде бейім емес проблеманы басқа екінші қырынан қарай алмайтын адамдарда кездестіреді. Өмірде бір жақты шешімдерді өзгертуге тырысу керек. Яғни кез келген мәселенің екінші жағын түсіну үшін мойын бұрыңыз, сонда әлде қайда жеңілдеп қаласыз. Тамақ ауруы өзіңізге деген сенімділік пен жауапкершіліктен тікелей байланысты. Егер өзіңізге деген сенімділік артса, тамақ ауруы біртіндеп азайып, соңында одан түбегейлі құтыласыз. Кеуде, төс ауруы өзінен гөрі өзгеге шектен тыс назар аударатын, өзіне уақыт таппаса да өзгеге жәрдемге жүгіре жөнелетін адамдарға тән. Кеудедегі омырау, өкпе қатерлі ісік деп жазады. Адам өзіндегі қуанышты, сол сияқты жағымсыз, жайсыз эмоцияны шығарып тастағаны жөн. Әсіресе реніш, ыза іште сақтала беретін болса, ол беріш болып қатып, түйін болып тесіп шығары сөзсіз. Адамның ішіндегі шерін біреуге айтса, жылап алса жеңілдеп қалуының сыры бар. Кеудеге жиналған жүк көтереді. Жүрек ауруы қуаныш пен махаббат азығынан, тіпті жоқтығынан пайда болады деседі. Айналаңыз қуаныш пен шаттыққа толы, сондықтан өзіңіз проблема жасамаңыз. Өмірдің әрбір сәтінен қуаныш көре білген де жақсы. Асқазан ауруы көбіне өмірдегі өзгеріс пен жаңашылдықты қабылдай алмайтын, жауапкершілігі төмен адамдарда кездеседі. Асқазан жарасы өзін толыққанды сезіне алмайтын адамдарды да жиі мазалайды. Бұл проблемадан шығу жолы өзіңізге деген махаббат пен сенім. Өттегі тас ұйқыны қашырған мазасыз жаман ойлар мен мақтаншақтық символы. Өмір жайлы тек жақсы ойлаңыз. Аналық және аталық бездерінің ауырсынуы бұл дұрыс ойлана алмау, ойыңызды толық және дұрыс жеткізе алмаудың белгісі. Әрдайым жақсы ойда болыңыз және пікіріңізді іркіп қалмаңыз. Ревматизм көбіне өзге адамдарды сынаудан туындайды. Ревматизмнен құтылу үшін позитивті болған жөн. Байқағаныңыздардай, аурудың көбісі адамның көңіл күйі, мінезі мен ойлануына тікелей байланысты. Сондықтан жақсы ойлап, позитивті болып, өзіңізді бағалай біліңіз.